Ауыз ашарға шақырған кезде тек қана ораза ұстағандар шақырған дұрыс. Бұл жерде енді қазір қоғамдағы қарым-қатынас болғаннан кейін ағайын туған туысқандар, көрші қолаңдар, бұл жерде ораза ұстағаны бар, ораза ұстамағаны бар. Шақырушы тек қана енді ауыз ашар деп шақырылады. Баратын кісілерді ораза болған кісілер барған абзалырақ болады. Енді ораза ұстамаған кісілер қалай болады десе, ораза ұстамаған кісілер мүмкін болатын болса, ораза ұстаған кісілерге қызмет жасаған жақсы. Өйткені бір себептермен ораза ұстай алмай қалуы мүмкін. Мысалы, өзгелі жағдаймен ораза ұстай алмай қалуы мүмкін, немесе сапарда болып қалуы мүмкін. Сол кісілер мүмкіндік болатын болса, ораза ұстаған, шаршап тұрған кісілерге, ораза ұстаған адамдар бәрібір жаңағы дәл тамақтанатын кезде жаңағы қуанады ғой, соларды қуандыруға қызмет жасаса жақсырақ болады. Енді мүмкіндік болатын болса, жағдайы төмен, жаңағы білім жолында жүрген шәкірттер болады. Алыс жерден келіп білім алып жатыр, білім талабалар дейміз ғой. Соларға абзал, оразада ауыз аштырған соларға берген абзалырақ болады. Өйткені олардың мұқтаждығы жай қарапайым мынау қоғамда жүрген кісілерге қарағанда көп мұқтаждығы өте жоғары. Мүмкіндігі мұқтаждығы жоғары адамға ауыз ашар берген сайын, оның сауабы да жоғарырақ бола береді.